Hi everyone. Сәлем башаға. Бүгін біз жаңа сөздерді үйренетін боламыз. Ол сөздер киімдерге байланысты жаңа сөздер болып табылады. Енді бастайық. Бірінші үйреткім келетін сөз, яғни shirt. Shirt дегеніміз, яғни ол осындай рубашкалар дейді. Жейде дейді ол біздің қазақтарда, оңтүстік аймақтарда көйлек дейді. Яғни shirt, яғни рубашка. Shirt. Енді осы тұста бір нәрсені үйреткім келеді. Shirt дегеніміз ол рубашка болды. T-shirt дегеніміз, яғни өзі футболканың тұрызуының өзі бір Т деген әріпке ұқсайды. Яғни T-shirt дегеніміз ол футболка. T-shirt, футболка. T-shirt, футболка. Келесі үйреткім келетін сөз coat. Coat деген сөзді көбіне ол сөзді көбіне бізде пальто, яғни пальтоға байланысты қолданады, және курткаға байланысты да қолданады. Coat. Келесі үйреткім келетін сөз ол skirt. Skirt дегеніміз ол юбка. Юбканы skirt дейді. Skirt, юбка. Келесі үйреткім келетін сөз ол suit. Suit дегеніміз ол костюмге байланысты қолданады, яғни костюм шалбарға байланысты болса, оны не дейді? Suit дейді. Suit, яғни костюм. Келесі үйреткім келетін сөз ол tracksuit. Tracksuit дегеніміз, яғни ол спортивный спортивка ғой. Tracksuit, спортивка. Келесі үйреткім келетін сөз ол trousers. Trousers дегеніміз ол, яғни шалбар. Trousers, шалбар. Келесі үйреткім келетін сөз belt. Belt деген ол белдік деген мағына, жаттау оңай. Belt, белдік. Қазақ тіліне ұқсайды, belt, белдік. Cap. Келесі үйреткім келетін сөз cap. Cap дегеніміз ол кепка мағынасында қолданылады. Енді шляпа мағынасында қолданатын дүние болса, ол hat болады. Hat. Ол шляпа, hat. Келесі үйреткім келетін сөз ол қолғап. Қыстың кезінде киетін қолғаптарымыз, немесе жалпы қолғаптар gloves, қолғап, қолғап. Келесі үйреткім келетін сөз ол шарф, scarf, шарф. Келесі үйреткім келетін сөз ол носки, яғни шұлық. Оны не дейді? Socks, шұлық, socks. Келесі үйреткім келетін сөз ол галстук, tie. Құрметті үйренуші, бүгін біз киімдерге байланысты сөздерді үйрендік. Барлық жаңа сөздерді дәптеріңізге жазып, жаттап алуды ұмытпаңыз.